Сәлем достар, бүгін сіздермен фарштан тез дайындалатын рулет жасаймыз. Оған мен дайын фаршты алдым. Оның үстіне тұзымызды сеуіп алдық. Артынан панировочный сухари сеуіп, осылайынша бәрін араластырып алдық. Жақсылап. Жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне паприка салдық, қара бұрыш, бәрін салып, пиязымызды салып, бәрін жақсылап араластырып алдық. Жақсылап араластырып болған соң, міне осындай фаршымыз дайын болды. Енді үккіштен сырды өткіземіз. Оны да дайындап қоямыз. Алдымен суға қайнатып алдық жұмыртқаны. Енді жұмыртқаны 4 бұрыштап турап аламыз. Енді пергаментный қағазға фаршымызды осылайынша тізіп аламыз, видеодағы сияқты. Онша қалың етпеу керек, жұқа етіп жаю керек оны қағаздың үстіне. Тез пісу үшін осылайынша жұқалап жайып алдық. Оның үстіне 4 бұрыштап турап алған жұмыртқаны осылайынша үстіне қойып шығамыз. Шетіне шығармау керек, өйткені ол жайылып кетеді. Енді оның үстіне үккіштен өткізген сырымызды жайғастырып шығамыз. Енді осылай дөңгелетіп, фаршымызды осылай жасаймыз. Шетке шығып кетпеу керек, мұқият түрде жасаймыз. Екі шетін жақсылап орап аламыз, өйткені ішіндегі сыр еріп ағып кетпеу үшін. Міне осылайынша дайындап қойдық. Енді духовкаға 20 минутқа қоямыз. Рулетіміз дайын болды. Ішінде жұмыртқасы бәрі көрініп тұр, әдемі болып.
Өте дәмді рулетіміз дайын болды. Міне осылайынша дайындауға болады тез, және де қонақтың алдына, және өзіміз жегенге де өте ыңғайлы, дәмді, жұмсақ рулет дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Егер видео ұнаса, сіздерге лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.